армысыздар, сіздермен Министрат каналы. Бүгін біз сіздерге керемет логикалық сұрақтар дайындадық. Қастарыңызда достарыңыз болса, шақырып жайғасуларыңызды сұраймыз. Егер де соңында сіз тапқан логикалық сұрақтардың жауабын комментке жазып кетулеріңізді өтінеміз. Және де лайк, комменттеріңізді аямайық. Дайынбыз ба? Онда кеттік. Мына жерде қай сан, көліктің астында қай сан болуы мүмкін? Жастарға қойғанда олар 10 минутта, ал үлкендерге қойғанда 60 минутта тауда. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде қандай сан бар? Ал қараңыздар, бұл жерде керісінше аударғанда 87 саны болады. Сіз телефоныңызды кері қарай айналдырсаңыз, жауаптың бәрі осында. Ал енді келесі сұрағымызға көшейік. Мына жерде 3 көлік, және бұл жерде 3 ұрғышы. Үшеуінен сұрағанда да үйімізде отырдық дейді. Ал шындығына келгенде бұл жерде біреу ұрлық істеген. Ол кім? Ал және де бұл жерде қызыл машина. Өйткені қарап отырсаңыздар, 2 машинаның асты құрғақ, ал 3-ші машинаның асты су. Демек қызыл машина. Ал мына жерде қарасаңыздар, қоян мен мысық 10 килограмм, ит пен қоян 20 килограмм, ал мысық пен ит 24 килограмм. Сіздің ойыңызша үшеуін қосқанда қанша килограмм болады? Жауап 27 килограмм. Мына жерде сабақ басталған кезде қыркүйек айында география мұғалімі өлді. Енді бұл жерге полициялар келіп, кім өлтіргенін анықтай бастады. Және бұл 1 тоқсанның басы етін. Енді бұл жерге логикалық сұрақтарға жауап беріп көріңіз. Бұл жерде 4 мұғалім, бақташы, және математика, және дене шынықтыру, және алгебра мұғалімі. Бақташы, мен мектептің атында шөп шауып жүргенмін дейді. Ал алгебра мұғалімі, мен ол кезде балалармен бақылау жұмысын жазып жатқанмын дейді. Ал математика мұғалімі, мен әшейін кабинетінде отырмын дейді. Ал шынына келгенде, бұл жерде алгебра мұғалімі география мұғалімін өлтірді. Өйткені 1 тоқсан басында ешқандай бақылау жұмысы болмайды. Бұл жерде қандай қателік бар? Ал бұл жерде 2 таба деген сөз бар. Мына жаңбыр кезде бір адам қолшатырсыз жүгіріп кетті. Сол кезде үйіне барғанда оның шашы құп-құрғақ, ештеңе болмаған. Сонда бұл қалай, достар? Дұрыс жауабы, ол адам тақырбас болған екен. Бұл жерде қанша тесік? Қарасаңыздар, бұл жерде 2 тесік. Ал арт жағында тағы бір 2 тесік болатын. Сонда бұл жерде 4 тесік. Достар, және тағы да қайталаймын. Лайк,
коммент және подписация етіп кетулеріңізді сұраймыз. Енді біз 100 подписчик болғанда келесі видеомыз шығады. Ал ендеше сәттілік.